Ал сіз палау жайлы мына аңызды естігенсіз бе? Бір күні Бұхара билеушісінің ұлы кедей отбасынан шыққан көрікті қызға ғашық болып қалады. Әлеуметтік теңсіздікке байланысты олардың үйленуі мүмкін болмағандықтан, жас жігіт бақытсыз махаббаттан қайғы жұтып, өмірге де асқа да қызығушылығын жоғалта бастайды. Ұлының жағдайына алаңдаған әкесі атақты дәрігер Авиценнаға жүгінеді. Жас жігітті тексеріп шыққан Авиценна оның дерті бақытсыз махаббат екенін түсінеді. Ол екі түрлі ем ұсынады: не ғашықтарды қосу керек, не болмаса жігітті пал-ош деп аталатын 7 ингредиенттен тұратын ерекше нәрлі тағаммен тамақтандыру қажет дейді. Бұл тағам пияз, сәбіз, ет, май, тұз, су және күріштен әзірленеді. Билеушінің ұлы осы асты жеген соң бойына күш-қуат жинап, өмірге қайта құлшыныс танытады. Содан бері пал-ош бүкіл өңірге кеңінен таралып, танымал тағамға айналады. Александр Македонскийдің де сүйікті тағамдарының бірі палау болған деп айтылады. Самарқанды жаулап алғаннан кейін ол жергілікті палауды татып көріп, оған қатты тәнті болғаны сонша, өз аспаздарына бұл тағамды дайындауды үйренуді бұйырады. Осылайша, палау оның әскері арасында кеңінен таралып, жаулап алынған аймақтарға да жеткен екен. Бұл аңыздар палаудың құнарлы тағам ғана емес, сондай-ақ күш-қуат пен шабыт сыйлайтын мәдени мәні зор ас екенін көрсетеді. Ал сіз палауды қаншалықты жақсы көресіз? Комментарийге жаза кетіңіз.